Әлем халықтарын әлекке салған COVID-19 індеті әлі басылмай тұр. Елімізде енгізілген төтенше жағдай режимі жеңілдетілгеннен бері адамдар бұрынғы қалыпты өмірлеріне ауыса бастады. Дегенмен де сақтық шараларын жасау әр қоғам мүшесінің міндеті болмақ. Себебі ол өзіңіздің де, өзгенің де саулығы үшін керек. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дейді дана халқымыз. Жалпы қазақ халқы денсаулық, тазалыққа өте қатты мән берген және оны балаларына үйретіп отырған. Салауатты өмір салтына байланысты ата-бабаларымыздан келе жатқан қандай қағидалар барын еске түсіре отырып, вирустан сақтанудың келесі ережелерін ұстанып жүруге кеңес береміз. Тазалық саулық негізі, саулық байлық негізі, яғни жиі жуынып, гигиена сақтаңыз. Дерт көп, денсаулық біреу. Ендеше бетперде киіп, өзіңізді де басқаны да вирустан қорғаңыз. Сәлем сөз анасы деген бар. Бірақ қазіргі жағдайды ескере отырып, сәлемдесу барысында қол алысып, құшақтаспаңыз, қашықтықты сақтаңыз. Бастысы әдеп сақтап, ықылас қоя сәлем беріңіз. Шынықсаң шымыр боларсың, спортқа, дене шынықтыруға мән беріңіз. Ішің ауырса, аузыңды тый, көзің ауырса, қолыңды тый. Салауатты өмір салтын ұстаныңыз. Індет басылмай тұрған кезде жиын той жасап, немесе өзіңіз көпшілік орынға баруға құмар болмаңыз. Денің сау болса, жарлымын деме, жолдасың көп болса, жалғызбын деме. Бастысы аман сау болайық, қазағымның дәстүрін ұмытпай індеттен сақтанып жүрейік. Назарларыңызға рахмет.